Армысыздар, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Әлібекова Айна Алпысбайқызы. Мен туризм колледжінің оқу өндірістік аға шеберімін. Колледжімізде әртүрлі мамандықтар иелерін дайындап шығарады. Соның бірі мейрамхана ісі. Кезінде әйтеке би аған келсе ардақтап атын байлағандай, қонағын келсе құрметтеп жайлағандай, тындырымды ісің болғанына не жетсін деген екен. Қазақтың атақты шешен биі мейрамхана ісін айтып кеткендей. Расымен қонақжайлық қазақ халқына тән қасиет. Ежелден бері қазақ қонақпен бірге құт береке келеді деген түсінікпен өмір сүрген. Қонақты баптау, құрметпен қарсы алу, ықыласпен тыңдай білу мейрамхана ісінің басты негіздері. Мұндай шеберлік белгілі дағдылардың қалыптасуын талап етеді. Біздің ұстаз ретінде өзімізге қойған мақсатымыз студенттерді осы дағдыларға үйрету. Осы мақсатпен колледжімізде 3 мамандық бойынша білім беріледі. Олар технолог-менеджер, аспаз және кондитер мамандары. Осы мамандықтар бойынша бізден білім алған түлектер қандай қасиеттерге ие болу керек? Әрине, түрлі тағамдарды әзірлеу технологиясын білу керек, қонақтарды күтіп алу керек, залды безендіру, тамақ ішетін үстелді даярлау, қызмет көрсетудің әртүрлі тәсілдері мен әдістерін қолдану, кондитерлік өнімдерді дайындау технологиясын және тағысын сол сияқты. Әрине, бұл жұмыс үлкен табандылықты талап етеді және бұл жұмысымызда айта кетерліктей жетістіктеріміз де аз емес. Атап айтсақ, жұмысшы мамандықтарының мәртебесін арттыру және шеберлік дағдыларын дамыту мақсатында өткізілетін WorldSkills чемпионатына 2016 жылдан бері қатысамыз. 2018-2019 жылдары осы чемпионатта ұлттық деңгейде 3-ші орынға ие болдық. 2019 жылы студенттеріміз халықаралық деңгейге дейін жетті. Білім беру ісі үлкен ізденіспен кәсіби тұрғыдан үнемі дамып отырғанды талап етеді. 2018-2019 жылдары Беларусь елінде Минск қаласындағы біліктілікті арттыру бойынша тағылымдамадан өттік. 2019 жылы Россия елінде Қазан қаласындағы әлемдік WorldSkills Junior конкурсына қатысып, сарапшы ретінде үлес қостым. Мамандығым көп күш-жігерді және адал еңбекті талап ететін өте жауапты іс. Еліміздің экономикалық тұрғыдан даму, туризмнің дамуымен тікелей байланысты. Ал туризм ол біріншіден мейрамхана ісі. Қазақстанға келген қонақ асымызға, қабақ қасымызға риза болып кетсе, біздің мақсатымыз орындалады деген сөз.